Өмір ғажап каналына қош келдіңіз. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Пікірді өшіріп ақылды қосу. Түріктің атақты комигі Джем Йылмаздың бұлардың ақылы жоқ, пікірі бар деп айтқаны бар еді. Сол сияқты кез келген жағдайды істе, бастапқыда менің ойымша солай болу керек еді деген сияқты біз өзіміздің пікірімізді қосамыз. Әрине, егер сен ел мойындаған, кәсіби орта мойындаған шебер маман болсаң, сенің пікірің үшін ақша төлейді, оған құлақ асады. Ал қазір кітапты қолыңа алып отырған адамдардың басым бөлігі енді ғана жеңіс жолында тұрған адамдар. Сондықтан бұл жерде маңыздысы пікірді өшіру. Мысалы, мейрамхана бизнесін ашқысы келетін жігіт осы салаға байланысты өз пікірін білдіреді, бірақ әлі мейрамханасы жоқ. Демек, бұл жігіт әлі шикі. Мейрамхананы ашу барысында қалыптасқан тәртіпті өзгертіп, өзінің ойынша, өзінің қалауынша жасайды, яғни пікірін қосады. Мысалы, біздің Румиде палаумен бірге ең көп сатылатын тағам манты. Оны мәзірге қосу палау жемейтіндерге не ұсынуға болады деген сұрақ туындағанда келген ой. Бұған дейін Румиден басқа мейрамханаларында да манты ұсынылатын, бірақ біз айына 40 000 манты сатамыз. Біздегі мантылардың дәмді екенін көбі айтады, мойындайды да. Біздің Румидің мантылары үйдегідей түйілген, ал басқа мейрамханаларда шет-шеті өрнектелген, доңғанша түйілген. Сонда неге шетінен түйілу керек деп сұрадым. Аспаздар енді барлығы солай істейді ғой деп жауап берді. Бірақ барлығы солай істейді деген ол пікір. Ал миды қосатын болсаң, барлығымыздың ең жақсы көретін мантымыз үйде түйілген, аналарымыздың жасаған мантысы. Демек, барлығы жақсы көретін өз үйіміздегідей манты жасау ақылға қонымды ғой. Сол кезде мен пікірді өшіріп, ақылды қосуға ұсыныс тастадым. Кейін білгенім, үйдегідей мантының жасалуы шетінен түйілген мантыларға қарағанда ұзағырақ, яғни көбірек уақыт алады екен. Дегенмен біз барлығы солай істейді, оған қоса азырақ уақыт алады деген пікірді өшіріп, ақылымызды қосып, есесіне қазір айына 40 000 манты сататын, бізге бәсекелес бола алатын мейрамхана жоқ. Кітап оқығанда да жатық оқығым келіп тұр деу қате пікір. Себебі кітапты жатып оқуға болмайды, ол миға қонымды емес. Оған қоса жарық сол жақтан түсуі керек, арқаң тік болу керек, таза ауа кіріп тұру керек дегендей өзінің ережелері бар. Колледжде сабақ беріп жүрген кезімді еске түсіріп, алғашқы Руми біздің қазақ-түрік колледжінде жасалған деп күлемін. Колледжде буфет болатын, оның бір күндік саудасы 5 000 теңге. Мен маркетингтен сабақ беремін. Бірде буфеттегі қызметкерлерден неге мәзіріңіз кішкентай, неге жұмыс жүрмейді деп сұраймын. Осылай болып қалыптасып қалған деп жауап береді. Бұл да пікір. Мәзірге кофе болу керек, мерчендайзинг болу керек деп түсіндіріп ақылды қосып жатсам, ешкім мойындамайтын. Ал біз студенттермен сауалнама жүргіздік. Студенттер колледжге қанша ақшамен келетінін біліп алдық. Біздің анализ бойынша студенттер аптасына 500 000 теңге алып келеді екен. Ал сол кездегі буфеттердің қызметкерлері студенттердің ақшалары жоқ деген қате пікірде болды. Нарық бар, бірақ нарыққа дұрыс өнім берілмеді. Ақылды қосу арқылы біз студенттермен бірге буфеттің бір күндік саудасын 35 000 теңгеге, яғни 7 есе көтердік. Досың келіп, бірге бизнес жасауды ұсынды, сен келістің. Уақыт өте келе ішінде критикалық сыни ойлану пайда болады. Егер жүрмей қалса, ақшамнан айырылсам деген күмән пайда болады. Осындай
жаман ойға берілудің әсерінен жақсы идеяң құрдымға кетеді. Сөйтіп ештеңесіз қаласың. Біреудің жасап жүрген ісіне, бастамасына міндетті түрде өз ойымызды қосамыз. Бұл жеңіске жету жолында бізге қатты кедергі жасайды. Себебі тек қана сырттан тон пішетін, сынға ғана жарайтын адам болып қала береміз. Үнемі біреуге ақыл айтамыз, ал өзіміз еш нәрсе жасауға талпынып та көрмейміз. Ал сен сынаған адам пікіріне қарамастан жеңіске жеткенде, сен әлі бір орында қалып қойған адам болып отыра бересің. Бірдеңені болса да қорықпай іс-әрекет жасаған адам прогресс болады. Опық жеп жатса тәжірибе жинайды. Ал сен қандай болдың, сол күйінде қаласың. Негізінде өмірді көрген, кәсібін дөңгелетіп тәжірибеге жеткен азаматтар біреудің ойын, идеясын жамандамайды. Адамдардың бетін қайтарып, ешқашан еңсесін түсіруге жол бермейді. Олар істеп көр деп айтады. Себебі ертеңгі күні ұтылып қалса, минусқа кірсе де, сол адамның көзқарасы, ойлау қабілеті өзгеретінін, тәжірибе жинайтынын біледі және оны дұрыс санайды. Кезінде оларға да ешкім сенбеген, ал пікірін қосып сынағандар көп болған. Ақыл заңға негізделеді. Біліммен жұмыс жасау талап етеді. Ал менің ойымша деген пікіріміздің 99% қате. Оған қоса, пікір көп жағдайда субъективті болады. Ал бізге объективті нәрсемен жұмыс жасау керек. Сондықтан біз де ойлануымыз керек. Өмір бойы біреудің әрекетіне сын айтып, жаңсақ пікірге сеніп отырамыз ба, әлде ақылды пайдаланып, өз өмірімізді өзіміздің қолымызға алып, оны өзгерте аламыз ба? Мәселе осында. Ал негізінде барлығын логикаға салып, дұрыс нәрсені дұрыс жасасақ, біз көптеген сұрақтарымызға жауапты да табамыз. Көшіміз алға жүріп, табысқа да жетеміз, өзімізді де дамытамыз. Шынында да өмірдегі іш пыстырарлық, қызық емес нәрселер пайдалы нәрселер. Таңертең ерте тұрып жүгіру, ойлану, дұрыс тамақтану, кітап оқу іш пыстырады, бірақ пайдасы зор. Ал түнгі клубқа бару дұрыс емес нәрсе, бірақ біздікілер оған ұйқысын қиып барады. Тамақты талғап жеймін десең, таңдау үлкен. Сондықтан да өмірдің барлығы осындай логикалық ойлаудан, таңдаудан тұрады. Қуаныш Шонбайдың екінші болма кітабынан алынды.